Қатты айтты демеңіздер. Бірақ көп семьяларда қазіргі біздің қазақтың ортасында осы нәрсе бар. Қазір жетісіп қалған еркекте аз. Әсіресе жастар мысалы. Таңғаламын мен. Маньяк болып кеткен ба бір нәрсе. Арақ ішеді тоқтамайын дейді, бір апта бойы. Білмеймін, не істей беретін оның бәрін. Сөйтеді, қатын да жоқ, бала шаға да жоқ, ақша да жоқ, сөйтіп басын салбыратып келіп тұрады, молдеке дем салып беріңізші дейді. Сосын жаңағы кейбір ағаларымыз отырып, мынаның ішіне жын кіріп кеткен екен деп, әбден буындырады, сосын отырып алып, мына саған шық та шық деп. Ол алып баратқан жын жоқ оның. Өзі жын ғой отырған біткен. Ол жын кіріп не қылады? Жын қашып кететін шығар адам. Ол жынның ішіне кіріп кетпесе. Ол тұрған біткен жын ғой, жын желкенеді адам. Анандай түріменен. Бауырлар, арақ шарап деген нәрсе дұшпан ғой, атадан қалған ас емес. Еркекті абыройын түсіретін екі нәрсе қазір. Мен жалпы халықты айтып жатырмын мен. Біріншісі ойнас, екіншісі арақ. Осы екі жау еркектің абыройын аяқ қылады. Ойнас құрды ма, некесіз болғаннан кейін айыпты болады. Арақ ішті ма, қанша көргенбіз ағаларымызды түрсейін жалау қылып алып жүгіріп жүрген, мамасы қалай туылғанда солай жүгіріп жүрген. Соларда абырой қалмады қазір. Балаға абырой жоқ, қатынға абырой жоқ. Үйіне барсаңыз, той жиынның ағайын туыстың спискісін әйелі жасайды. Ағайын жаңағыдай тойдың не алатын, не қоятын затты әйел жасайды. Базарды қайтадан әйел базарлайды. Тіпті тойдың иесі сөз сөйлесін десе, микрофонды қатыны ұстайды бірінші орында. Ол әшейін аты сүлде еркек болып қалған. Аты еркек та, бірақ әйтеуір бар. Сол үйде бар, біреу бар да. Шалбар киіп жүр. Шалбар қазір қатын да киіп жатыр. Сондағысы енді білмеймін. Шашты да әйелдер қысқартып жатыр. Шалбарды да киіп жатыр. Енді білмеймін, енді ананың еркек деп айтады. Аты еркек қой, аты. Одан басқа дымы қалмаған. Сондай неге кезінде қандай ірі соқтандай жігіт еді? Неге ондай күйге түсті? Өйткені арағын ішті, дәретін сындырды, жұрттың алдында абыройын төгіп тұрып. Сөйтті да енді қатынға да, жұртқа да қарай алмайды, беті жоқ. Кезінде ар жаққа, бер жаққа, оңды солды шабам, жігіттік құрам деп ойнас құрды. Одан ұсталады, ұсталғаннан кейін таяғын жейді. Егер сол адал іс болғанда, анау кісі өйтіп пәс болмайтын еді. Сізді ешқашан мысалы намаз оқығаныңыз үшін ешкім кемсітпейді, дұрыс па? Намаз оқып қойдың ғой десе, сөйтіп кемсітті ма? Бір адамды кемсіткен ба үйінде? Мына намаз оқып қойды, сондықтан осы үйдегі ең төмен адам осы дей ма? Ондай деген жоқ. Енді қарасаңыз, әлгі адам айыбын жасап алғаннан кейін, абыройсыз болып қалғаннан соң, не істерін білмегеннен кейін пәс болады, бейшара болады. Құл болып күн кешеді. Түк қалмайды, болды. Осындай күй кешіп жатқан заманбыз. Еркек тұрып қатын сөйлейтін, семьяның шешімін әйел айтатын заманға келдік. Айтпай не істесін енді? Анау еркектік аты қалмаған ғой, бейшара ғой ол. Әйтеуір біреу ғой. Ойласаңыз. Жамандайтын әйелді жамандайды. Бәрі әйелден жоқ. Еркектен де бар еді сол. Сол еркек бейшараның да сондай бейшаралық әрекет еді. Қатты айтты демеңіздер. Бірақ көп семьяларда қазіргі біздің қазақтың ортасында осы нәрсе бар. Осы нәрсе, бауырлар, намазхан адамның да семьясына кіріп бара жатыр. Білесіз ба, сол айып жұмыс істеген үшін сөйтіп жатыр. Мақтанып айта алмайды ғой, мысалы, іштім арақ, не қылады екен? Тағы да ішем деп айта алмайды дікеңдеп. Ойнадым, керек болса қазір тағы да алдыңды алып келем, мен соны дей алмайды ғой, бейшара ғой ол. Көк желкеден қатын сабап атқанда бейшара болып мойнын салбыратып тұрады сөйтеді да. Неге? Өйткені істеген ісін мойнымен көтере алмайтын амалға барды ғой ол. Жеңілетін жақта тұр ғой ол. Семьядан ажырайды, немесе құл болады. Екі-ақ вариант, онда үшінші вариант жоқ та.
осылайша құлға айналған еркектер бар. Өйткені кейбір намазхан адамдар осындай халге бара жатыр. Өйткені өзінің семьясының қадірін біле алмаған көп семьялар осындай жағдайға душар болып жатыр. Бұл қазіргі бірінші орында аурудың осындай ашық түрде айтылған сөздері еді. Халайық, ашынып айтпасаңыз, мүмкін кейбір адамдардың жүрегіне бармас деп қаттырақ айттық.